Здравствуйте, ребята, подписывайтесь на мой канал. Урок номер 58. Откуда и куда текут реки? Өзен қайдан және қайда ағады? Ты научишься создавать высказывания по теме урока, читать текст по ролям и пересказывать, соблюдать правила произношения слов, использовать слова, обозначающие количество предметов. Сабақтың тақырыбы бойынша өз ойыңды айтуды үйренесің, және рөлге бөліп оқуды, түсінігін айтуды, сөздерді дұрыс айтуды үйренесің. Заттың санын білдіретін сөздерді қолданасың. Упражнение 1. Догадайся, тауып көр. Вот отсюда, именно отсюда, из глубин лесного родника выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. Осы жерден ормандағы бұлақтың түбінен көгілдір ғажап шығады. Ол кең әрі жылдам өзен. О каком голубом чуде говорит автор? Автор қандай көгілдір ғажап туралы айтып тұр? Откуда берут начало реки? Прочитай это словосочетание из текста. Өзен қайдан бастау алады? Осы сөз тіркесін оқимыз. Запиши предложение. Выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. Подчеркни слова предметы одной чертой, слово действие двумя чертами, слова признаки волнистой линии. Мына сөйлемді жазып аламыз. Заттың атауын білдіретін сөзді бір сызықпен, іс-қимылды білдіретін сөзді екі сызықпен, және заттың сынын білдіретін сөздерді толқынды сызықпен сызамыз. Выбегает. Подчеркиваем двумя чертами, потому что это слово действие. Голубое, широкое, быстрое – это слова-признаки. Подчеркиваем волнистой линией. Чудо, река. Подчеркиваем одной чертой, потому что это слова-предметы. Упражнение 2. Послушай. Тыңдаймыз. Эй, ручей, ручеек, далеко ли ты потек? Тороплюсь я в речку быстротечку. Вместе с речкой к реке мы помчимся налегке. И с рекой вскоре добежим до моря. Эй, өзен, сен қайқа асықтың, алысқа бара жатырсың ба? Мен асығыс кетіп бара жатырмын. Мен өзендермен кездесеміз, және өзендермен бірге жүзіп, жарысып, теңізге барып құямыз дейді. Куда торопился ручеек? Өзен қайда асықты? С кем он мчался? Куда добежал? Кіммен жарысты және қайда жетті? Какие слова указывают на то, что речка течет быстро? Выпиши их и укажи вид. Қай сөздер өзеннің тез аққанын білдіреді? Асығыс аққанын білдіреді. Оларды жазып аламыз. Упражнение 3. Прочитайте по ролям, рөлге бөліп оқыңдар. Бежала куда-то речка быстро-быстро. Пришел как-то к речке медведь, попил водички, да и спрашивает речку: куда ты бежишь так быстро? Отвечает она: бегу я в дальние края. Медведь снова спрашивает: а где твоя дорога? Засмеялась весело речка: ты мою дорогу не увидишь, потому что я от берега до берега разлилась. Тогда медведь залез высоко на дерево и стал высматривать дорогу, но ничего не увидел. Снова он говорит речке: я так и не увидел твою дорогу. А ты и не увидишь, сказала речка. Сначала я с другими речками встречусь, и мы вместе добежим к морю, а потом к океану. Туда ведет и моя дорога. Бір күні өзен тез-тез асығып бір жаққа ағып бара жатты. Сол кезде өзенге су ішуге аю келеді. Суын ішіп болып өзеннен сұрайды: сен асығыс қайда кетіп бара жатсың? Өзен жауап береді: мен алыс шеттерге кетіп бара жатырмын. Аю қайтадан сұрайды: сенің жолың қайда? Бұған өзен күліп жауап береді: мен бір жағалаудан екінші жағалауға төгілгенмін дейді. Сол кезде аю биік ағашқа шығып жолды қарайды, ештеңе көрмейді. Қайтадан өзенге келіп сұрайды: сенің жолыңды мен көрмедім дейді. Сен менің жолымды көрмейсің де. Себебі мен басқа өзендермен кездесемін, бәріміз бірге теңізге қарай асығыс жүгіреміз дейді. Ал теңізден ары қарай мұхитқа кетеміз дейді. Міне менің жолым деп жауап береді екен. О чем спрашивал медведь речку и что отвечала речка? Аю өзеннен не туралы сұрады, және ол не деп жауап берді?
Узнал ли медведь о том, куда бежит речка? Өзеннің қайда бара жатқанын аю білді ме? Куда бежит речка? Өзен қайда асықты? Перескажи текст по плану. Жоспар бойынша мәтінді айтып береміз. Медведь пришел к речке, аю өзенге келді. Диалог медведя и речки. Аю мен өзеннің диалогы. Куда бежит речка? Өзен қайда асықты? Прочитай предложение, составь схему модель. Сөйлемді оқып, оның сызбасын сызамыз. Сначала речка встретится с другими речками, а потом речки вместе побегут к морю. Бірінші өзен басқа өзендермен кездеседі, және барлық өзендер бірге теңізге барып құяды. Упражнение 4. Знай. Біліп жүр. Начинается река Ертис в Китае. Затем Ертис несет свои воды необразимые степи Казахстана. Там на берегах реки построены крупные города Усть-Каменогорск, Павлодар. Затем Ертис плавно перетекает на территорию России и впадает в реку Обь. А река Обь попадает в Северный Ледовитый океан. Откуда появилась река Ертис? В каких странах она протекает? Запиши. Ертіс өзені Қытайдан бастау алады, және ол Қазақстанның даласына келіп құяды. Осы жерде Ертістің жағалауында Өскемен, Павлодар қалалары орналасқан. Және Ертіс Ресейдің аумағына өтеді, Обь өзеніне барып құяды, ал Обь өзені солтүстік мұзды мұхитқа құяды екен. Ертіс қайдан бастау алады? Қай елдерден өтеді? Жазып аламыз. Какие казахстанские города стоят на берегу Ертиса? Запиши. Қазақстанның қандай қалалары Ертістің бойында орналасқан? Жазып аламыз. Куда впадает Ертис? Почему некоторые слова написаны с прописной буквой? Ертіс қайда құяды? Және кейбір сөздер неге бас әріппен жазылған? Нарисуй карту-схему пути реки Ертіс. Ертіс өзенінің жолын картамен сызып салып көрсетеміз. Карта түрінде салып көрсетеміз. Какая вода на вкус в Ертисе, а какая в Северном Ледовитом океане? Ертіс суының дәмі қандай, ал солтүстік мұзды мұхиттың дәмі қандай? В реках, озерах, прудах вода пресная, өзен, көлдерде су, тұщы су болады, а в море и океанах соленая. Теңіз бен мұхитта ащы су болады. Упражнение 5. Факты о воде. Су туралы факты. Представь, что воды на земле всего 100 бочек. Из них 97 бочек будут с морской водой. Сколько бочек с пресной водой? Ответь, сделай вывод и запиши. Елестетіп көр, жер бетінде 100 ғана бөшке су болса, оның 97-сі теңіз суы. Сонда тұщы су қанша бөшке қалды? Жауабын жазамыз. Упражнение 6. Словарный диктант. Сөздік диктант. Произнеси правильно слова, напиши, запомни. Сөздерді дұрыс оқимыз, жазамыз және есе сақтаймыз. Казахстан, Россия, территория, океан, жидкость. Казахстан, Ресей, аумақ, мұхит және сұйықтық. Урок окончен. До свидания.